Бұл бізде смарт мектеп проектіміз. Біз бұл жерде Lego және Arduino платаларын қолдандық. Arduino арқылы смарт сигналинг және смарт лайтинг жасадық. Смарт лайтингтің өзі екіге бөлінеді. Біреу күндізгі, екіншісі түнгі. Түнгі кездегі. Күндіз жарық болған кезде бізде күндізгі шамдар қосылады, іске қосылады. Және де кеш бата бастаған кезде бізде күндізгі шамдар өшіп, түнгі шамдар іске қосылады. Және бізде смарт сигналинг проекті ол бізде екі датчик арқылы, датчик газа және датчик дыма арқылы тұрады. Ол бізде мысалы мектептің ішіне спирт, немесе түтіннің иісі, өрттің иісі және басқа да химиялық ақаулар болатын болса, егер датчик оны сезетін болса, ол автоматты түрде жүзеге асады. Және осы арқылы біз өте көп химиялық ақаулардан құтыла аламыз. Және бізде Lego платасы арқылы бізде екі проект бар. Ол Smart Doors және де элеватор. Элеватордың бізде екі түрі бар. Ол бізде 5 секундтық және де әрқашанда жүріп тұратын кез. Әрқашан жүріп тұратын кез ол бізде мысалы мектепте семинар немесе облыстық олимпиадалар өтіп жатқан кездерде болады. Ал 5 секундтық ол мысалы 5 секунд адамға келесі этажға көтерілуге жеткілікті болып саналады. Ал Smart Doors проектін біз цветодатчиктар арқылы жасадық. Мысалы көк карточканы бірінші цветодатчикқа көрсетсек, ол өзінің есігін ашады. Ал мысалы келесі цветодатчикқа сарыны көрсетіп, көкті көрсетпесек, неше ол көкке ашпай сарыға ғана ашады. Және де біріншісімен де солай. Ол бізде не үшін? Ол мысалы бізде мектептерде тек қана мысалы оқушыларға арналған және де тек қана мұғалімдерге арналған карточкалар болуы мүмкін. Мысалы оқушыларға оқу бөлімдеріне ғана кіріліп, ал қалған кабинеттерге кірілмейтін болса, ал мұғалімдерге неше барлық кабинеттерге тек қана мысалы бухгалтерия, мысалға директордың кабинеттеріне кіруге болмайды. Ал директордың карточкасы ол барлығын ашады.